Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз арифметикалық прогрессия тақырыбы бойынша практикалық деңгейлік тапсырмалар шығаратын боламыз. Бірінші А деңгейіндегі тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 5 мүшесі берілген. 7, 12, 17, 22 және 27. Прогрессияның айырмасын табыңыз. Бізде прогрессияның айырмасын табу үшін екінші мүшеден бірінші мүшені азайтамыз. Яғни 12 азайтылған 7 тең болады 5. Бірінші тапсырма шешілді. Келесі арифметикалық прогрессия 3, 8, 13, 18 және тағы сондай секілді. Осы прогрессияның 6-шы мүшесін табыңыз. Енді бізде 6-шы мүшесін табуға арналған арнайы формула бар. Яғни AN тең A6 тең A1 қосылған 5D. Бұл жерде бізде бірінші мүшеміз 3-ке тең, сәйкесінше D 8-ден 3 азайту арқылы табылған. Бұл жерде 5-ке тең. Формулаға салатын болсақ, 3 қосылған 5 көбейтілген 5 тең болады 28. Сонда біздің 6-шы мүшеміз 28-ге тең екен. Келесі 3-ші тапсырма. Келесі сандар арифметикалық прогрессия құрамы. 10, 15, 20, 25, 30. Көріп тұрғандарыңыздай 5 деген санға артып отыр, яғни тұрақты түрде айырмасы 5 арифметикалық прогрессияны құрайды. Келесі В деңгейлік тапсырмалар. 4-ші тапсырма. Арифметикалық прогрессияда бірінші мүшесі -4-ке тең, айырмасы 6-ға тең. Осы прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз. Барлығымызға белгілі формула бар, яғни SN тең n бөлінген 2 көбейтілген жақша ішінде 2 көбейтілген A1 қосылған n-1 көбейтілген D. Дәл осының формуланың орнына қоятын боламыз. S10 тең 10 бөлінген 2 көбейтілген 2 көбейтілген -4 қосылған 10-1 көбейтілген 6. Сәйкесінше біздің алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 230-ға тең екен. Келесі 5-ші тапсырма. Арифметикалық прогрессияның 3-ші мүшесі 14-ге тең, яғни бізде 3-ші мүшесі A1 қосылған 2D ол 14-ке тең екен, ал 7-ші мүшесі 26-ға, яғни A1 қосылған 6D тең 26-ға тең. Прогрессияның бірінші мүшесі мен айырмасын табыңыз. Дәл осы бойынша бізде теңдеу құратын боламыз. Сонда, яғни жүйе сол бойынша бізде 4D тең 12, яғни бізде айырмамыз D тең 3 екен. Келесі A1 тең 14 азайтылған 6 тең 8 екен. Сонда бірінші мүшесі 8-ге, ал айырмасы 3-ке тең. Келесі С деңгейлі тапсырма. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысы 185-ке тең, яғни бізде S10 тең 185. Егер 5-ші мүшесі 16-ға тең болса, A5 тең 16 болса, прогрессияның барлық мүшелерін табыңыз. Енді бұл жерде бізде шешуінде A5 тең A1 қосылған 4n, яғни формула бойынша 16-ға тең екенін көріп отырмыз. Келесі дәл сондай сияқты алғашқы 10 мүшесінің формуласы бойынша оның 185-ке тең екенін көріп тұрмыз. Енді теңдеу құратын болсақ, 5 жақша ішінде 2A1 қосылған 9D тең 185, 2A1 қосылған 9D тең 37. Енді дәл осындай теңдеулер жүйесі бойынша барлық мүшелерін жеке-жеке табамыз. Бұл сіздерге берілген тапсырма болсын. Келесі 7-ші тапсырма сіздерге үй тапсырмасы болып қалсын. Енді шешу әдістері мен формулалар. Біз енді негізгі формуламен таныстық, яғни AN тең A1 қосылған n-1 көбейтілген D. Сондай секілді қосындының формуласы, бізде 2 формула бар екен. Барлығын жатқа біреулеріміз керек. Есептер шығарғанда қолданасыздар. Қорытындылай келе, формулалардың барлығын шығарып, есеп шығарғанда сіздерге сәттілік тілеймін.